Ескі қазақта түрме деген атымен болмаған. Оның орнына ауылдан аластатып жіберу, қоғамнан бөлектеп тастау деген сияқты нәрселер болған. Ал одан сәл ертерек мамонттардың заманына келсек, жалғыз өмір сүру буквально мүмкін болмаған. Сен толпадан бөлек шығып қалдың ба, болды, өмір сүре алмайсың, аштан өлесің, жануарлардың қолынан өлесің, суықтан өлесің, әйтеуір өлудің жолдары өте көп және ол өте оңай болған. Сол уақыттан бері қоғам, оның біз туралы ойы, біздің айналамызда бар болғаны және біздің сол қоғамның бір бөлшегі болғанымыз өте маңызды. Ал қоғамның басына бір айуан идея келіп, азамат деген біз үшін енді жоқ, оны жоқ деп есептейміз деп айтатын болса, онда бұл нәрсені теріс айналу мәдениеті деп атаймыз. Аш күлер, тоқ күлер, көк күлер, жоқ күлер, сен не мал күлер, сен мамаң, майыр ван күлер, күн сол. Бәріңе сәлем, менің атым Азамат, бұл махаббаттың түсі, және біз бүгін теріс айналу мәдениеті туралы әңгіме айтамыз. Теріс айналу мәдениеті, былайша айтқан кезде cancel culture, жаңа заманның жазалау механизмі. Көп жағдайда танымал адамдардың қандай да бір іс-әрекетіне байланысты, оның қызметіне немесе өнімнен бас тартудан тұратын бойкотқа ұқсайтын нәрсе. Бойкоттан ерекшелігі бұл біріншіден жаппай жүзеге асады, екіншіден теріс айналушылар демонстративно теріс айналады, жай ғана кетіп қалмайды. Олар айтады, бұл менің азаматтық позициям, және мен осылай болғанымды бәріне көрсеткім келеді, және барлығыңда сондай болыңдар, және сендер де бұл адамнан теріс айналмасаңдар, сендер оны қолдайсыңдар, және бұл да дұрыс емес деп басқаларды кінәлай бастайды. Жалпы айтқанда, бұл үрдісті азаматтық позициямен пара-пар етеді. Басынан бастайық. Теріс айналу мәдениеті қалай жұмыс істейді және ол не үшін керек? Мәселен, біраз уақыт бұрын Рамиль Мухоряпов деген кісінің Инстаграмда тарап кеткен видеосына байланысты адамдар өзінің телефондарынан Чоколайф, Авиата деген сияқты қосымшаларды өшіріп тастады. Одан сәл ертерек болса, Нұртас Адамбайдың сол бір Инстаграмдағы посты үшін оның фильмдерінен бас тарта бастады, және ол фильмдерге кинопоисктан төмен баға қойып, және сол қойған бағаларын дүйім жұртқа көрсетіп, адамдар, сендер де сөйтіңдер, адамдар, сендер де Чоколайфты өшіріп тастаңдар деген сияқты үндеулер жасай бастады. Бұл cancel culture, немесе оның жарқын үлгісі десек болады. Ситуативті мысалды кеңірек талқылайтын болсақ, Адамбайдың ситуациясында ол өзінің парақшасында Базлайтер деген мультфильмге тыйым салуға шақырады. Оған себеп болған сол бір фильмнің ортасында бірнеше секундтық лесбиялардың отбасы, және ол отбасының сондай бір бақытты болып отқан көрінісі, бұл нәрсені біздің балаларымыз үшін қауіпті деп сол фильмді прокаттан алып тастауды талап етеді. Рамильге келетін болсақ, Ресейден келген кісілердің алдында айтқан әңгімесі себеп болады. Вас не обслужили на русском и говорят с вами на казахском, это не агрессия в вашу сторону. Просто поймите, и постарайтесь, отнесись к этому с пониманием, с уважением. Давайте не будем плодить какую-то там ненависть, и так далее. Но на самом деле, опять же, если такое произойдет, я буду лично крайне печален. Потому что, кроме ситуации, когда человек реально не знает русского, да? Потому что, мне кажется, что все равно это чуть-чуть странно. То есть чуть-чуть какое-то проявление такого, чуть-чуть национализма. Поэтому, опять же, это можно принять, но... Да, но это не от большой, тоже культуры, да, то есть мне кажется, что вот этот первый фон гостеприимства, оно должно вообще все перемешивать, да. Бұл енді көп қазақша сөйлейтін адамдардың, тіпті кейбір қазақша сөйлемейтін адамдардың да намысына тиеді, әйтеуір бұл үшін Рамильді жазалау керек деп шешеді, оның компанияларының бағасын түсіріп тастайды, былайша айтқанда. Сөйтіп, осы кісілерден теріс айналу мәдениеті жүзеге асқаннан кейін, Рамиль келесі күні-ақ өзінің Инстаграм парақшасында кешірім сұрайды, Чоколайфтың ресми парақшасы жағдайды түсіндіріп береді, қазақ тілі біз үшін сондай маңызды, бүгін уже аударып тастадық, қанша көп уақыт жұмыс істедік деген сияқты әңгіме айтады. Сосын Нұртас Адамбайдың жазбасынан кейін Абаев мырза мультфильмді прокаттан алып тастаған болса да, және Адамбай да Абаев та кешірім сұрамаған болса да, біраз уақыттан кейін прокатқа шығады мультфильм. Бұл cancel culture'дың нәтижесі.
теріс айналу мәдениеті не үшін керек? Жалпы қоғамның қандай да бір мәселеге қатысты бейжай қарамай өзінің позицияларын білдіріп отырғаны керек және маңызды. Біріншіден, бұл демократияның белгісі, екіншіден, бұнсыз даму болмайды. Бәрімен келісе беретін болса, бәрі жарайды деп жүре беретін болса, онда 30 жыл бойы бір президентпен де жүре беруге болады. Ал дәл осылай жазалау керек па, керек емес пе дегенге келсек, бірінші айтылу керек деген нәрсе, ол бұл тәсіл расымен де жұмыс істейтінін түсінуіміз керек. Расымен бұл сол адамға бірінші кезекте материалдық шығын келтіреді, және бұл шығын адамға өте қатты әсерін тигізеді. Бұндай шығындар сол адамнан бөлек басқа да көп адамдар үшін өте маңызды. Соның нәтижесінде басқа бір адамдар Адамбай сияқты бір өзінің позицияларын әлеуметтік желіде жазбас бұрын ойланып сөйлейтін болады. Ойланып болғаннан кейін сондай бір нәтижені алуға дайын болады. Теріс айналу мәдениетінің қандай теріс жақтары бар? Шын мәнінде қоғам тарапынан жазалаушылар қателесуі мүмкін. Және олардың қателесуі өте оңай. Себебі олар ешқандай зерттеу жүргізбейді, бұл жазалаулары үшін ешқандай жауапкершілік алмайды, ешбір жарғыға сүйенбейді, жай ғана маған бұл ұнамайды, менің позицияма теріс келеді деп жазалай беруі мүмкін. Соның нәтижесінде ол көпшіліктің қате вердикт шығарып қою ықтималдығы бар. Мәселен, көп адамдар Нұртас Адамбайдан теріс айналған кезде, мен ойымша көп адам бұл мәселеге Адамбайдың қатты бір кінәсі жоқ екенін туралы ойланғанда жоқ. Неге? Өйткені кез келген адам сияқты Нұртас Адамбай өзінің құндылықтарына сай келетін, сай келмейтін нәрсеге қарсы шықты. Мен мұсылманмын, және менің мұсылмандық принциптеріме осы мультфильм қарсы келеді, және менің балам сол қарсы келетін нәрсенің құрбаны болғанын қаламаймын, сондықтан оны алып тастауға талап етемін деп қойған кезде Нұртас Адамбайдың сондай бір риторикасынан үлкен қате көрмейміз. Бірақ Нұртас Адамбай өзінің азаматтық сондай бір пікірін білдірген кезде сол пікір жалпы дүйім жұрт үшін шешім қабылдауға үлкен негіз болмау керек. Яғни бұл жердегі проблема сол бір фильммейкердің пікірі емес, немесе пікір білдіруі емес, сол пікірге құлақ асып қана қойып, басқа адамдардың құқықтарын елемей прокаттан алып тастап отырған министрлікте болып отыр. Бұл дегеніміз жазалаушылар Дәурен Абаевты жазалаудың орнына Нұртас Адамбайды жазалап қойғанын көреміз, және менің ойымша бұл теріс айналу мәдениетінің теріс жағы. Осы сияқты тағы бір мысал келтірейін. Осыдан шамамен бір жарты жыл бұрын Джонни Депп пен Эмбер Хёрдтің арасында болған келіспеушілікке қатысты болды. Осы сот процесі жүріп жатқан кезде көп компаниялар, көп режиссерлар деймін ба, әйтеуір солардың көбі, олардың ішінде Голливудта бар, Джонни Депптен теріс айналып, оны фильмдерге шақырудан бас тартады, және онымен бірге қандай да бір іс жүргізуден алшақ бола бастайды. Хотя соттың нәтижесінде Джонни толықтай ақталып шығады да, жаңағы компаниялардың барлығы қателескен болып шығады. Осы сияқты нәрселер бұл процестің де зияны болып қалуы мүмкін екен, және ол зиян бірінші кезекте сол жазалаушылардың өзіне де келуі мүмкін екенін дәлелдейді. Бас тарту мәдениеті не үшін соншалықты маңызды? Шын мәнінде жаппай мәдениеттен бөлек кішкентай мысалмен жекелеген адамдардың арасындағы қарым-қатынасқа мән беретін болсақ, бұл жерде теріс айналудың қаншалықты қатты әсер ететінін және қаншалықты мықты жұмыс істейтінін байқауға болады. Мәселен, адам үшін ең ауыр жаза ол жалғыз қалу. Сені елейтін, сені қолдайтын, сенің қасыңда болатын, сені жақсы көретін және саған сенетін адамдардың болғаны өте маңызды. Бұл біздің өзімізді маңызды және тірі сезінуіміз үшін керек дүниенің бірі.
ең керемет сезім басқа адамның саған деген махаббатын сезіну болса, ең ауыры басқа адамның жек көрінішін сезіну емес, ештеңе сезінбеу. Ешкімнің саған ешқандай сезімі жоқ екенін білсең, мен ойымша бұдан ауырырақ ештеңе жоқ. Былайша айтқанда, немқұрайлылық, яғни безразличие, бұл ең ауыр жаза. Өзіңе адамдардың немқұрайлы екенін көргендегі сезімді түсіндіру өте қиын. Дегенмен бұл сезім көп адамға таныс деп ойлаймын. Сен жақсы көрген жігіт немесе қыз саған қарамай қойған кезде қандай бір ішің күйіп қалған сәтті елестетіп көр, және бұл плюс-минус соған ұқсас сезім деп қабылда. Ал бұл нәрсе айтарлықтай жиі кездесетін ситуация екенін ескерсек, және бұның әрбір адам үшін қаншалықты қиын жағдайларға алып келетінін көрсек, қаншама қыздар мен жігіттер депрессняк болып жүргеніне осы нәрсе себепкер болып жатқанын ескеретін болсақ, енді бұның үлкен масштабтағы әсерін түсіну де қиын емес. Яғни бір адам сенің бетіңді қайтарып жібергеннен кейін дәл сол сияқты сені бүкіл адам теріс айналатын болса, бұл қанша есе ауыррақ болар еді. Немқұрайлылық пен игнор бұл теріс айналу мәдениеті деп айта алмаймыз. Дегенмен бұл соған алып баратын алғышарт десек болады. Себебі адамның фильмдерін көрмесек, әндерін тыңдамасақ, YouTube-тағы видеоларын көрмесек, жалпы ол адам туралы еш нәрсе естімей көрмей жүре берсек, бір уақытта ол адамның бар екенін де ұмытып кетуге болады. Немқұрайлы болуды не үшін үйрену керек? Расында бұл соншалықты оңай дүние емес. Начало деген Ди Каприо ойнайтын фильм бар, сол жақтағы бір цитата ұнап қалды. Какой самый живучий паразит? Бактерия? Вирус? Кишечный глист? Мистер Коп хочет сказать... Идея. Она живуча и крайне заразна. Стоит идее завладеть мозгом, избавиться от нее уже практически невозможно. Я имею в виду сформировавшуюся идею, полностью осознанную, поселившуюся в голове. Басыңнан бір нәрсені әдейілеп шығарып тастауға болмайды. Қасақана ұмытып қалуға болмайды. Ал басыңда бар нәрсе түбі сенің өміріңе әсер етпей қоймайды. Сол үшін әу бастан біздің миымызға кіретін ақпараттардың барлығын сүзгілеп отыру керек. Так, но маған керек емес. Маған TikTok в принципе керек емес. Маған мына блогер керек емес. Мына вайнер керек емес деген сияқты фильтрлер әр адамның басында болу керек. Осылайша өзіміздің миымызды буквально мусордан құтқарамыз. Ал қоғамдық жалпы cancel culture орын алған кезде бұл қоғам өзін өзі қоқыстан тазартып жатыр деген сөз. Керек емес контенттен құтылу керек сияқты, керек емес контент жасаушыдан да құтылу керек. Яғни мен контентім саған керек емес болса, бұл контенттен бөлек менің өзімнен де құтылу керек. Қамап, өлтіріп таста деп жатқан жоқпын, жай ғана қарамай қой. Жай ғана жазылмай қой. Жай ғана бейжай қалда өтіп кет. Бұл жеткілікті. Егер біздің осы қасиетіміз дамыған болса, қазір біз Байзақованы да, Мұрат Абділданы да танымай отырушы едік. Демек, қорғана алмадық, демек, уланып қалдық. Кейде белсенділік пен бейқамдылықтың қайсы дұрысырақ екенін түсіну қиын. Біреу бір нәрсені қате істеп қойса, қараңдар, мынау мал екен, мынау ешак екен, дұрыс емес істеп жатыр. Бұндайларды құрту керек, бұндайларды өлтіріп кету керек, ұрып кету керек деп айтқан тиімді ме, әлде жай ғана қастан өтіп кетіп, еш нәрсе болмағандай, еш нәрсе көрмегендей өмір сүре берген жақсырақ па? Бірінші жағдайда оны қаралайсың, оны жек көргеніңмен қоса, басқа адамдардың да оны жек көруіне әсер етесің. Осылайша оны тоқтатам деп ойлайсың, хотя отқа май құйғанды білмей қаласың. Соның нәтижесінде көп адам оған назар аударып, одан сайын жек көрініші артқанмен қоса, одан сайын көбірек назарды артып, нәтижесінде бұның бәрі бос әңгіме болып қалады да, Амилайың да, Байзақоваң да дым болмағандай білгенін істей береді. Ал сен соған көмектесесің. Бұндай жағдайда белсенді қарсылық танытқаннан гөрі бейқам болған тиімдірек. Ал бірақ екінші мысалды көрейікші. Сен бір зорлық, зомбылықтың куәсі болып қалдың делік.
Сөйтіп оның қасынан дым болмағандай өтіп кеттім. Не болды нәтижесінде? Адамдар бақытты болып кетті ма? Бұл зорлық көбеймей қалды ма? Жоқ, еш нәрсе өзгерген жоқ. Және оны көрмеген адам сияқты болып өтіп кетсең, мәселе шешіліп кете ме? Жоқ. Бұндай жағдайда барынша белсенді болу керек. Себебі үндемей қалған кезде ондай зорлықтар көбейіп кету ықтималдығы өте жоғары. Бір қарағанда бізге түк қатысы жоқ болып көрінген нәрселер біраз уақыттан кейін өзімізге де қауіп төндіре бастайды. Осындай кішкентай және көп қайталана беретін жамандықтарға бәріміз мән бермей, ладно, өздерінің отбасылық мәселелері ғой, ладно, жігіттер ғой, ладно, маған қатысы жоқ адамдар ғой деп жүре бергеннен кейін, біраз уақыттан кейін қоғамның өзі сен үшін қауіп төндіретін болып шығады. Осындай кезде бейжайлылық құтқармайды. Керісінше белсенді болу керек. Белсенді қарсы болу керек. Сонда ғана бұны шешуге болады деп ойлаймын. Немқұрайлылыққа кері ұғым бар. Бұны бізде зейін деп атайды. Былайша айтқан кезде неғұрлым бір нәрсеге көбірек зейін қойған сайын, сол нәрсеге көбірек маңыз бересің. Барлық зейініңді не нәрсеге бөлсең, сол нәрсенің шебері боласың дейді білетін жұрт. Зейін бізде біреу-ақ, және ол шектеулі. Бір мезетте бар зейінімізді тек бір нәрсеге ғана аудара аламыз. Енді ойлаш, күн сайын бар зейінің Байділда мен OneFit-тің жарнамаларына, немесе Әбділда мен Байгайстың әзілдеріне кететін болса, онда қашан адам боламыз? Можно. Бастың ба? Плейді бастың ба сен хотя бы? Хорошо.